12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Yavrum ara jatıp sizlerdir belinde ya. Міне, әнімі дегенше 30 күнде өте шықты. Дұрыстап демалмадың да ғой бақтан-ау. Соны айтсаңшы. Демалмаса өзінен көрсін. Өзі ғой. Ананы істеу керек, ремонт жасау керек, ойбай мынаны тындыру керек, ананы үйту керек, бүйту керек. Демалыс басталса болды, бүкіл әлемнің ауыртпашылығын мойнына артып алады да, жүреді сөйтіп. Үйтте тарылтып жүретін болды жыл сайын. Бояй. Сол еңбек үшін мынау Сарыағашқа апарып келетін адамсың ғой. Апардық қой. Қашан апардың? Биыл 2 жыл бұрын. Сарыағаштың базарына апарғанын айтып отыр апа. Онда да тез деп аралаған құрлы болмады ғой. Базарға ма? Санаторийға апару керек апар болсаң. Қайырлы таң қалайсыздар. Осы әйелдерге апа, базардан артық санаторияның түк те керек жоқ. Не керек бар? Базар деген таза санатория. Сіздердің уақыттарыңызда санатория дегенде болғанда жоқ қой. Сіз орында бұлай істемеңіз ба? Путевканы бірден Алматын барғолық сынап бермеңіз ба? Әпкем Анталияға барып келгенде аңыз қылып айтып жүретін еді ғой. Еспәк қой. Бүгін күн қаяқтан шығып жатыр? Жаңалық ерте тұрып апсың ғой. Үйте келмеңізші. Ерте тұрып алып жұмысқа бару керек қой. Қандай жұмыс? Баяғы жұмыс қой ғой, охрана. Уақытта шығып кетемін ғой. Шықсам қайтып кірдім. Кіргізді ғой. Дұрыс. Негізі бар ғой, саған сол жұмыс таба. Не керек саған? Бизнес, ана, мынау деген. Сол охранаң дұрыс сенің. Мен негізі жердегі бизнес үшін жаратылған адам. Көреш, түбінде мен сол бизнесті ақыр ашам. Кітаптар, тренингтер көріп жүрмін ғой, түбі ашам. Бақтай, сені биылда сол зауыштықта қалдыратын болды ма? Иә. Қанша айттым, жай мұғалім бола берейін десем, ана басшылық көнбей отыр. Осы әпкем түсінбейім бар ғой ше. Жұрт сол зауыштыққа жете алмай жүрсе. Жете алмайтын несі бар? Күндіз түні үй көрмейсің. Оның үстіне ана Ибрагим аға да пенсияға кетіп бара жатыр биыл. Қай? Анау тарихшы Ибрагим ба? Ана алма бағы бар Ибрагимді айтып отыр ғой. Сіздердің педагогтарыңыздың қасында емес пе алма бағы? Иә. Иә, сол кісінің барлық сағаттарын маған жүктеп отыр. Биыл демек менің жүктемем көп деген сөз. Жүктемеңіз емес, айлығым көбейін деп жатыр десеңізші. Әпке. Жылдар мектептің бір бұрышын тірейтінен қазір 2 бұрышын тірейтін болдым десейші. Қоя, тұрайық, уақытта болып қалған сияқты. Шығайық, сен бармай қап тағы мектебің құлап қап басқара болып жүреміз. Амин, өз батам өзіме. Ас болсын. Бақ, Не? жаңа носки алып шықшы.
Лақтырма. Жамап берем ғой кейін. Қой. Ақшаның қадірін білмейді ғой апа. Сәулем қарлығаш өрденген сезімдім қалайша өшірем балауса сезімді қайдым мен кешірем қайдым мен кешірем алғашқы махаббат. Мені шақырдыңыз ба? Бақыт. Ағай. Кел отыр. Бақыт, бір күрделі мәселе болып тұр. Иә? Бізге облыстан тексеру келе жатыр. Яғни комиссия. Мұғалімдеріміз тексереді, жаңа оқу жылына дайындығымыз тексереді. Ең бастысы, комиссияны Сыпабековтың өзі бастап келе жатыр екен. Сыпабековтың өзі? Иә, Сыпабековтың өзі. Мәссаған. Ол бер жағы ғой. Мен дәл сол комиссия келетін күні мектепте болмайын деп тұрмын. Астанаға кетуім керек, экспоға билет алып қойғам. Сондықтан Бақыт, осы тірлікті саған сеніп тапсырам. Қалай болар екен ол ағай? Соны істей алмай мен бірдеңені бүлдірем ау. Бақыт бүлдіретін дәнеме де жоқ. Олар келеді, мектептің дайындығын тексеріп шығады. Сонан соң үйге апарасында бір тамағын беріп шығарып саласың. Бар болған сол. Қай күні келеді сонда? Келесі апта келеді. Бақыт, саған сеніп тапсырып отырмын. Ұят болып қалып жүрмесін. Жақсы ағай. Саған сенемін. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай жағдай? Жаман. Не болып қалды сонша? Ештеңе болған жоқ, енді жақсы деп айту үшін де ешқандай себебі жоқ та. Ештеңе болмағанның өзі жақсы деген сөз. Мынау америкалықтар бар ғой. Олар ешқандай жаңалық жоқ дегеннің өзі жақсы жаңалық деп айтады екен. Неге? Соны айтыңызшы. Бұған өмірі ештеңе жақпайды. Мырзаш келді, мырзаш. Оха, Отыршы. ассалаумағалейкум. Ибрагим ағай қапты ма? Ассалам. Қалайсыз? Денсаулық жақсы ма? Иә. Біздің офиске қапсыз. Такси болайын деп жүрсіз ба? Жоға. Саудагер болайын деп жүрмін. Зейнетке шықтық. Уақыт деген көп. Мынау жұмыс істеп, үйреніп қалған адам үйде отыра алмайды екен. Дұрыс қой, не істейсіз үйде? Үй болса мінекей тиіп тұр. Алма бақта төгіліп жатыр. Келіңізден сата беріңіз. Сол ойланып, мынау Сәбитжан қоймағаннан кейін, анау алма деген бақтың ішінде төгіліп жатыр. Сол босқа жатқанша мына жерге шығарып сатайын деп, өзіме де жақсы, арзанға сатсам, мынау ел жұртқа да жақсы. Дұрыс. Үйдегі мына тұр. Қайта мына жерде адам деген миллион жүреді мына жерде. Адам көп. Ой, аға, осы жерде ақ тұра беріңіз. Қайта бізге жақсы. Әдемі емес пе, осы жерде алма сатайып тұра. Әдемі ғой, әдемі. Ағамның алмасының өзі қандай бренд қой, бренд. Иісі мұрның жарып жүреді. Иә. Оның үстіне ары бері жүрген клиенттерге, мінген клиенттерге мақтаймыз, жарнамалаймыз. Айттым ғой сіз. Ұят емес па? Ыңғайсыз болмай ма? Ой, ыңғайсыз, ештеңе жоқ. Қайта, мына екеуін сөйлетіп қоясыз, ішіңізді пыстырмайды. Баяғыда тарих сабағында аузын аштырамаған шығарсыз. Қазір аузын жабамайсың қолдарын. Сол тарихты Мырзеке өзіңіз қатырған адам соп айтпаңызшы. Айтыңызшы, Мырзекеңнің өзі бір 5-ке оқып жарытпаған шығар. 5-ке оқыған мені. 5-ке оқыған адам такси бола ма енді? 5-ке оқыған мен. Кім? Мен. Қашан? 5-ші классқа дейін оқығанбыз 5-ке. Өз тарихтың өзі 5-ші класстан кейін басталмай ма? Ол еңбектен шығар 5-ке оқыған. Ес? Бұсы бар ғой, саған дава жоқ екен, я? Бойың 1 метр, тілің 2 метр болып алып, ма аузыңа қайт сиіп алып, 2 метр тілің, а? Содан кейін да бұл тамақ ішкен кезде тілін тістеп ала береді. Ақмақ, тамақ ішкенде емес, сөйлегенде тістеу керек тілін. Саған да қатысы бар. Мен тістемеймін. Негізі,
екеуің де аты мадияр да Ибрагим аға. Иә? Осыларға бір анық тауып жүр ат қойып қою керек еді. Қоя керек жоқ. А? Қандай? Мысалы Қазанбасы мадияр, Софақ мадияр деп па бір бәлен деп. Аттары бар ғой енді өздерінің. Қара мадияр, сары мадияр болады. Жүреді сол. Бар екен, иә? Мейлі, бола берсін. Өзім зорға үйренген кезде. Амансыңдар ма? Қалайсыңдар? Жеңше қалайсың? Амансыз ба? Мен жүріңіз. Алмаласыз ба? Иә. Қызыл, қып-қыз міне. Мен Қараңызшы. как раз қалаға баратын едім. Ой, как раз. Немерелерімі ала кетейін. Иә? Әдемі екен қаншадан? Ой, келін айналайын, саған тегін берем ғой. Ай, Тегін берген. Сәбитжан ау, дорбаны да ұйымдастырмаппыз ау, Енді бірінші күн болғаннан кейін ұмытып кеткен шығармыз. Сумкам бар ғой міне. Жарайды, әкеле ғой. Как раз болса екен, жеңше. Саңыз, аямайсызыңызшы. Ағыр тегін беретін болсаңыз, клиент үйем ғой. Иә, балаларға алып кетсін. Болды, кетіңіз. Жүріңіз. Балаларға сәлем айт, келін айналайын. Жүріңіз. Сауда айттым. Өйтеді деп айттым ғой. Өгей сіз бүйтіп сауда жасап қарық қылмайсыз ғой. Кең болсаң кен болмайсың деген іштеңке қылмайды, алсын. Ай, көкем, баяғыдан ақ көңіл көкем. Рассказывай давай, рассказывай. Очень соскучился по тебе. И что, не сообщил, что приезжаешь? Ана ауылда бір апта жарық болмайды деп жатыр. Ертерек қамданбасаң болмайды деп жатыр. Дүкеннен балауыз сатып алсаң да... Неше түрлі нәрселерді шығарады екен осылар ше. Ақыр заман орнайды, свет өшеді, тағы не? Балауыз сататындар шығарады деймін осындайларды, иә? Арман, шұғыла. Неге тапшаң қышпеді екен? Далада салқын болып тұр бүгін. Арман, шұғыла келіңдер шайға. Мен тамақ ішпеймін. Мен артынан ішем. Бір үйлі жан болып, бас қосып, неге отыра қалмайды екен осылар, Арман, шұғыла, келіңдер. Келесі аптада біздің мектепке тексеріс келе жатыр. Директорымыз ертең Астанаға кетеді. Кеше келсін. Келеді. Тексереді, ұрсат, кетеді. Келмей жүрген тексеру ма? Бұл жолы Спабеков деген адам келе жатыр. Қатал талапшыл адам ол. Оның үстіне біздің үйге түсетін болды. Неге? Қайда түседі енді? Ауылда қонақ үй жоқ қой. Дұрыс. Үйге алып кел. Бір тамағын берерміз. Бір тамағын бергенде 2-3 күн қонатын болды, апа. Соған бір қой соямыз ба деп ойлап отыр. Сонда бір қой соятындай серьезный қонақ болып тұр ма не? Я, сол серьезный болып тұр ғой. Біреу емес, қасында тағы да бірнеше кісі бар. Мен бірнеше адам бар деп қорқытып отыр ғой. Онда бір қой аз болып қалмай ма? Мүмкін жылқы соярмыз. Түйе ма? Кететін шығар бір қой. Келсін, қонақ келген жақсы. Әр қонақ өзіне есесімен келеді дейді. Я. Қонақтан айырмасын құдайым. Әйгерім, тыңдашы. Жоқ, енді сен мен тыңдаса емес, сен жаңа тыңдадың ғой. Алло. Әйгерім, алло. Зарядкасы өшпейтін кезде өшіп. Зарядкасы бар ма еді оның бізде? Зарядкасын алып шыққан екен ғой. Осы розетка бір істемей қала береді ше. Ох, свет өшті. Қазір жанып қалар. Бағана WhatsApp-тан келген хабар рас болды ма деймін. Бір апта свет болмайды деді ғой. Жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деді. Неменеге келіп қалдыңдар? Қап-қараңғы болып кетті. Қақ-қараңғы болып кетті. Біз сендерге сол қараңғы болған кезде ғана керек екенбіз,
Сәлеметсіз бе? Үйпей қай? Жоқ, рахмет. Сіз неге билемейсіз? Мен ба? Бүйті ұната бермеймін негізінде. Мен де. Көңілді отырыс ба бұдар? Мен есім бір саған. Атымызда ескілеп аттар екен екеуміздің де. Ой. Не болды? Балдар, қайтыңдар үйлеріңе, түн болды ғой енді. Болды, апа, болды. Босатамыз қазір үйді. Шығамыз. Ой, бұл жарық әлі жанбаған екен ғой. Енді қайтты ма? Ай, тоқтаңдар на. Бір алмадан алыңдар. Рахмет, дәу жетпеңдер. Рахмет. Ассалаумағалейкум Ибрагим аға. Уағалейкум ассалам. Қалай, денсаулық жақсы ма? Жаман. Не болып қалды, аманшылық па? Аманшылық. Аманшылық болса бопты да, қалғанның бірдеңесі болар. Бірақ сен еш уақытта да жаман деп айтпа. Қазақ хал сұрағанда жаман деп айтпаған шүкір, жақсы деген. Жаман болса да ма? Жаман болса да. Енді хал сұрағанда мысалға жаман ба, жақсы ма білу үшін сұрайды ғой. Мысалға сіздің жақсы деп айтатыныңызды мен біліп тұрсам, менің жақсы деп айтатынымды сіз біліп тұрсаңыз, онда несіне хал сұраймыз онда? Вот, мәселе сонда боп тұр ғой. Жақсы сөз жарым ырыс деген. Бұдан да жаман болу мүмкін еді ғой деп, сен сонда шүкірлік етесің сен. Осы біз шүкір деп көп айтып кеткен жоқпыз ба? Осы шүкір дегеннен бір бәле шықса, осы 25 жылдан бері шығар еді ғой. Ай, негізі шығып жатыр. Біз соны көрмей жатырмыз ғой. Білмеймін, өз басым көріп жүрген жоқпын. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Құдайға шүкір. Сауда қалай? Жүріп жатыр. Құдайға шүкір. Айтпақшы, жарық әлі жанған жоқ, не себептен болыпты? Соны мен тексеріп сұрастырып көрдім. Сөйтсем, мана біздің трансформатор бар ғой. Сол кеңес заманынан бері жөндеу көрмеген сондай бір ескі ұқсайды ғой. Соны ауыстырып, бір-екі күнде свет болмайды деп жатыр енді естуімше. Осы біздің әкімшіліктегілер бар ғой, қызық алдын ала звондап болса да ескертсе қайтады Оны айтамын ау? Осыдан кейін шүкір бізде бәрі жақсы деп қалай айтасың? Тура менің басыма түспесі бар ма еді аның? Енді мына қазандай басың жарты әлемде батса, сенің басыңа түспегенде кім басына түседі? Құдайға шүкір де, мынандай алма түскенде не істерек? Ондай алма түссе жеп қойар едік қой. Алма түспесе де жей ғой, ала қой, ала. Шұғыла. Не болды? Неге Wi-Fi өшік? Папа өшіріп тастады ма? Свет жоқ. Туй, әлі жанбаған ба? Айғайламаса жанманы. Демалып жатырмыз ғой. Түнде ночьтан шыққам. Түнде бәріміз ночьтан шықтық қой. Ночь дегеннің өзі түн ғой. Салғаспашы адам мені.
Түні мектепте свет болмады, ұйықтай алмадым. Охранник деген. Мектепте свет болса да болмаса да күзету керек қой. Біздің мектепте қандай адамдар күзет жүр өзі? Ой, тіліңмен жаңа сүйеніп қалған бәлегес. Тыныштық бұш, демалайықшы кішкене. Шығыла! Шығыла! Ұйқы көрмедің адам ғой. Бұсай. Кеттік ба? Кеттік, бәрі жақсы ма? Иә. Не, бүгін ерте шығып қалыпсыңдар. Свет жоқ, бүгін ерте қайттық. Жақсы болған екен ғой. Несі жақсы оның? Ертең комиссияға көрсететін бар, жұмысымыздың бар компьютерда қалды. Тоқтап қалды бәрі. Ал, кеттік. Қырсығы не болды маған тағы? Мына итеру керек енді. Итеріп жіберші, түсіп. Мен ба? Енді мен ба енді? Итеріп жіберші. Мектептің жанында тұрмын, ұят болады. Терезеден оның үстіне бәрі қарап тұр қазір. Болмаса шақырса енді балаларын итерсіңдер. Итере сәші енді. Не болып машина itергенде? Іштеңе тұр, оны тұрған іштеңе жүр. Өзің машинаңды итеріп атсың, итерсең. Итер. Итерсейші. Жүгір енді. Ойбой, нас үйде де су тоқтап қалған ба? Мама, неге ваннаның су ақпай жатыр? Свет жоқ болғаннан шығар. Ас үйде де су жоқ. Светтің суға не қатысы бар? Қалай қатысы болмайды? Ана бүкіл сайдан тартатын насостың бәрі сол тоқпен істемеуші ме еді? Енді суды не істейміз? Білмеймін, не істейміз? Бұл жарықты қолданбаған қай заман. Не сәт тастағаннан? Қуаңқы ғой. Мұна фляг емес сейф болып кетті ғой. Мәссаған. Мен ішін жақсылап шайдыру керек екен онда. Мұна сәлі бар ғой, Бір жақсылап өзін жуып қоймасам, олар жумас. Апа, мұнан қарасаңыз, фляг емес сейф болып кетті. Баяғыда су болмай қалады деп, ыдыс аяқты, қойын қонышымызды түгел суға толтырып алушы едік. Қазір ғой, су болмай қалады деп ойламайтын да болдық, Солай да бұл, кім ойлады? Қалай су тасыдың онда мен? Опта, апап не қылайын онда? Дайындай берейік. Көтіп тұр. Мынаны не деп айтушы еді?
Бұны пляк дейді. Нанше. Бұл ташка. Шұғла? Мен нан пісірем деп қоям, үйде свет жоқ екен ғой. Енді қайттік. Ана газды әкеңе қанша мәрте айттым, жөндетіп қой деп астын. Түске енді нан жоқ. Дүкенге барып келейін ба? Иә, сөйтсейші. Мен қазір тоқташ. Сүтті ала кел енді. Шұғлаға ашып кетіп. Сүт. Жүреді. Мынаның аузы дұрыс жабылмайды екен. Қойшы аққанда аға берсін. Тез үйге жетіп алайық. Әкелдіңдер ма? Ой, жарайсыңдар. Не әп жарта кекесіңдер? Мынаның аузы жабылмайды екен. Жол бойы төгіліп келді ма? Иә. Ой, сен баламсың деген. Ауыз жабылатын фляк болушы ма еді? Әкпел ана резинкін әкпел. Ана отырған, соны әкпел. Бұны бұлай жасайсыңдар, үйренмеңдер, қара. Бұл резинканы қақпақтың жандарына қыстырасыңдар. Қаттырақ дейді. Суды ұстап тұрады осы. Үйресіңдер де ашанан. Деп қатты жабасыңдар. Бұның өзі де бір қазды қылу мүмкін, тас әкпеңдер бір. Әкпеш ана тасты. Осыны әкпелесің де. Бастырып қоясың да, мына өзі қысады. Сол кезде мынаны әкелесің да. Көрдің ба? Сол кезде төгілмейді, ұстап тұрады. Ұстап үйренмеңдер. Мына талыстау. Мына сап-сары? Білмеймін. Сары ғой, сол таза емес қой. Пляк чайдың ба? Алматы кетіппін. Пляк чаймадың ба не? Ой, ақымақ. Мына пляктың сарайда қанша жыл жатқанын білесің ба сен? Бар анау талдың дөңіне төгіңдер да, қайтан әккіңдер бар. Ұш! Ой, ақымақ. Бол тез қимылдаңдар енді. Әже, дүкенде нан да сүт те жоқ екен. Ой, енді сүтсіз қалай шайшаймыз? Нансыз қайт тамақ жейміз. Енді шана Есеннің үйінен ала тұрайық. Есен ағадан нан? Иә. Несіне таң қаласың? Баяғыда әкең күнде баратын бір нәрсе сұрап. Несі бар, олар бізден алатын, біз олардан алатынбыз. Сандуғашқа бар да, әжем жарты таба нан бере тұрсын деп жатыр десең береді. Бара ғой күнім. Мен барам ба? Арман барсыншы. Арман суға кетті олар. Бар. Қойыңыздар шият қой. Ұят емес. Не сият? Нан сұраған ұят па? Олар да 98 жыл бізде нан әкіп кеткен. Соны алып қайтарған жоқ. Как раз соны әкіп келесің. Сосын жарты литр сүт сұрай сал. Шын айтып тұрсыз ба? Рас айтып тұрмыз. Ана банкын ала кет. Чүк, бар, балып кел. Свет өшіп, шынай өмірге түсіп, милар ашып қалды ғой бұлардың. Жылдам барды. Тез қайт құлыным. Нан мен сүт әкпе. Есен ағаң үйінен. Сандуғаш апа! Сандуғаш апа! Сандуғаш апа! Сандуғаш апа!
Не болды? Апаң шақыршы. Маған айта берші. Шақыршы. Апам бос емес. Ту, Әсет шақыршы. Жарайды. Саламатсың, келе қожан. Әжем сізге жарты табаннан бере тұра ма? Ойбай, жартыңнан бірінен берем ғой. Жарайды, қазір атып шығар. Апа, бір тұра тұрыңызшы. Сосын сіздерде сүт бар ма? Бар жаным, отсың бар ма? Әкеле ғой. Осын Әсетке қайты салмайсың ба? Осыма сұрағаның, маған айта салмайсың ба? Рахмет. Тамақ келді. Табақ келіп болды ма? Ал. Шұғыла Арман, сендер соңынан келмедіңдер ма? Қойыңызшы, әке тисе берме. Ертең свет жанған кезде де осылай тезірек келіп отырмаңдар, жақсы ма? Тамақ қараңдар онда. Еттің дәмі шығып қалған ма? Иістен қалған ғой, апа? Светтің көшкені кеше, етті бұзылып кете қояр демеп ем? Мына сүтіңді ашып кетіпті. Ертең ана ағаш түбінен ұра қазып, сүт сөрге қою керек. Мына ыстық күнде сүтте шыдамайды. Я, сонда етті қайтеміз? Ана етті қайтадан жуып, тұздап, көлеңкеге жайып аласың. Содан кейін пестің ішіне салып тастайсың. Жел қағып, ұзақ сақталады содан кейін. Сонда бұрын адамдар қалай свет жоқ кезде өмір сүрген? Ой, ол заманды шырағын біз көргенбіз. Ол кезде свет мүлдем жанбайтын. Күніне 2-ақ сағат жанады. Үйтор жанса, жанбаса ол да жоқ. Онда да жұрттар шаугімін, үтігін, пешін қосқан кезде линиялар көтере алмай қайтадан өшіп қалатын. Сол кездің адамдары бақыт деді. Қазір ғой мына жұрттардың бәрі жылай беретін болды. Сол кезде деймін да, дүкеннен ұшағын нәрсе сатып аламыз ғой. Оның кір сабын, май болды. Оны да сатып алмайтынбыз. Бидай алып, дерменнен тартқызатынбыз. Зығырдан май тартатындар шықты кейін. Дастарханда строго нан, қарашай болды. Ал нанға қант жағып жеген кездерде, о кезде енді бизнес ланш еді ғой. Алда жалда бір үзгі шоңғы табылып қалса, Қалған қантты басымызға жағушы едік дейсіз. бидайға қуырып жеген кездерімізде есімде. Бірақ тәтті болатын сол апа, я? Сіздер сонда қай ғасырда өмір сүргенсіздер? Біз өтпелі заманда өмір сүрдік. Құдайға шүкір, о замандан да өттік қой. Қазір еңбектенген адамға бәрі бар. Еңбектенбеген тіпті қаршығаға дейін айфоннан басқа ештеңені менсінбей отқан жоқ па? Сол үшін тоба дейік. Құдайға шүкір деңдер. Ассаламағалейкум.
қалайсыздар? Ассалаумағалейкум ағай, қалайсыз? Құдайға шүкір, өзің қалайсың? Қалай Сары? Көрмегелі көп болды ғой. Жаман. Не болып қалды? Мына свет жоқ, ағырым шығып кетті бар ғой, а. Мына свет бар кезде үйдегі келіншегімен аптасына бір-ақ рет ұрысушы едік. Мына свет болмағалы бері бар ғой, аптасына 7 күн болса 7 рет қырылып жатырмыз ғой. Ай, Мадияржан, сен осы свет бар кездің өзінде жағдайың қалай деген кезде жаман деп жауап бересің ғой осы сен. Ой, ағай, ол кезде жақсы болған екен. Қазір свет жоқ, точно жаман бар ғой, а. Соңғы кездері светтің қадірін түсініп қалғалы бері мына заправкаға барсақ, свет жоқ. Үйге келсең, су жоқ. Суды тоғайдан тасып жатырмыз. Мына машина тоғайға түсе алмайды. Сериал дегенде мүлден ұмыттық қой. Ой, ақша да жоқ болды ғой кез. Иә. Банкоматта шеше алмай жатыр ақшаны. Свет жоқ. Банкоматтың ешқайсысы істемейді. Ақшаны қоя бер, магазинде істейші. Дүкендердегі зат жоқ қазір. Свет жоқта олар да тауарын жаңартпайтын болыпты. Ескі заттар. Ауылда да ұрлық көп болып жатыр дейді ғой. Сәлімбайдың үйіне де ұры түсіпті. Ой, не дейді? Бүкіл жиған терген ақшасын бәрін әкет қапты. Аллай. Бірақ оның екен камера, сигнализация қойып ұстаған деп еді ғой. Өтірік болғаны міне. Свет жоқ қой. Свет неған қонда? Олар да қызығы. Движок қосылмай ма? Ой, бір апта бойы 24 сағаттан движокты қақтан қосады олар. Ай, жігіттер, осы бар ғой, я. Электр энергиясы 24 сағат, 1 ай, 365 күн бойы үйімізге келіп тұрған кезде бар ғой. Соның қадірін білмеппіз ғой, я. Білмеген екенбіз ғой. Движок демекші, движок кімде бар? Мына бүкіл ауылдар лап шықты, ешкімде движок жоқ қой. Менде жоқ. Ауылда свет өшпегелі қай заман? Шыны ма, затын тұрмақ. Атын ұмытып қалған движоктың. Оны не қылмақсыңдар, Мырзашоу? Ой, анау бақыт келініңіздің комиссиясы келеді екен. Соны күтеміз деген ғой үйге. Қайраттан сұрап көрмедің ба? Ой, Қайратың бірінші сұрады, жоқ деді ол. Қалдыбек деші? Қалдыбек сатшы бердік деді. Жеңіс? Жеңіс бар болса да жоқ дейді ғой. Не? Жандос өткенде ғана Жандосын сұрасайшы. Ой, Жандосты келе сәк кетті. Ой, Рақшы? Рақшы қорасында қойып қойғанбыз, семейде тұр дейді. Рақшымыз Күлпаннан сұрамайсың ба? Олардан соң барма деп сұрама. Берші де бірден. Барма десең жоқ дей салады олар. Сүйді көрек бетші, мен барма дедім, жоқ деді олар. Олар да жоқ деді. Бәрінен сұрады. Комиссия келе жатыр. Комиссия. Келе жатыр. Саламатсыз. Саламатсыз. Мен Спабековтың көмекшісі болам. Иә. Ауылдарыңызда жарық жоқ деген соң бастық келесі ауылға өтіп кетті. Енді келе алмайды. Келесі ауылға өтіп кетті? Жарайды, сау болыңыздар. Я Алла, бергеніңе береке бер, кетпес дәулет кең пейіл айнымас бақ бер, бас аман бауыр бүтін болып, ел аман, жұрт тыныш болсын. Аласқа қараңыздар. Мына Спабековке асылған ет сіздерге бұйыртты, я? Осындай бір чіпі болмаса, өмірі шақырмайсың бірзеге, я? Чіпі болса да шақырмайтындар бар ғой, я? Құдай білет, свет жоқ, тоңасқы істемейді, наның бәрі ашып кетпесін, одан да мыналар жек кетсін деп шақырғансыз ба? Олай деме, ондайымыз жоқ. Әркім өз ойына хабар береді деген қарасайшы мынаны. Ай, Мырзашжан, сен жаңа Спабеков дедің ба? Иә. Ой, ол менің бұрынғы досым ғой. Келіншірақ айналайын. Тексеріп келіп жатқан сол болса, бір ауыз хабар айтарсың. Жақсы, аға. Сөйт қалқам, сөйт оғын. Болды. Мә, көзің көреген болсын. Рахмет. Тамақ алыңыздар. Негізі светтің жоғы қызық болды ба? Міне, қандай рақат. Теледидар жоқ. Әңгіме дүкен құрып, өсіп рақаттанып отқанның өзі жақсы емес пе? Адам болғанда үйреніп қалады екен, Қайдам, мен өзім қиналып кеттім, месін аға. Ай, негізі қолда барда алтынның қадірі жоқ деп, сол светің мынау төбемізде жарқырап тұрған кезде бір күні осы болмай қалады ғой деп ойлаған жоқпыз бізе. Үзілісі жарығың жанып тұрса, суың ағып тұрса, ертеңге қорықпай жоспар құралсаң, ол да өкіметіміздің бір жетістігі емес пе? Дұрыс айтасыз. Біз кейде әлгі қалай деуші еді, келіннің өзі келгендей, баланың өзі болғандай, қолда барды бағалай алмай жатармыз.
Экспоны айтам да. Иә. Мына біздің өкіметтің негізгі тақырыбы энергия емес пе? Ал. Мына біздің өкіметте терең түсініп, энергияның қажет екендігін сезініп отыр ғой. Көрдің бе? Бірақ сол экспоңды как будто бір Қытай ма, Россия ма, болмаса бір күндесел өткізіп атқандай, ойбай болмай қалады, ойбай масқара боламыз, ана шар құлайды деп. Түлеулес болып қайда жақсы өтсін демедік қой біз соны. Қайда сауап болды қазір. Тура солардың ызасына экспоға қандай әдемі болып өтіп жатыр, Иә. Құдайға шүкір. Өткенде бірінім айтады. Осы кейінгі кезде біз шүкіршілікті көп айтатын болдық дейді. Кім айтады ол? Мен ғой айтқан. Жұмбақтамай айта беріңіз. Ренжімеймін. Солай айтқаным рас енді Айбек дейсің. Сен бе едің айтып жүрген? Енді Құранды ашып қарасаң, Алла тағала айтады екен, сендер өте аз шүкірлік етесіңдер дейді екен. Олай болатын болса, Құдайдың айтқаны дұрыс па, жоқ әлде мынау Мадиярдың айтқаны дұрыс па? Енді әрине Құранның сөзі ақиқат қой. Мен енді ол кезде эмоцияға беріліп айтып қалғаным рас енді. Тамағыңыздар. Аға, сөйтейікші, тамақ алайықшы. Алыңыздар, аламыз. Бәрекелді. Ай, Мадияр-ау, енді қалайсың? Жақсы аға, жақсы. Шүкір. Қайран досым, қонақ жай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішкі жан сарайының ауасы, үлкен үйіңнен табасың. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы